Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу бұл ерлер арасында аса ауыр салмақта, яғни 265 фунт салмақта өтетін керемет кездесу. Нөмірі 12-ші орында тұрған Доминикан Республикасының өкілі Валде Кортес Акоста мен оның қарсыласы осы аса ауыр салмақтағы дебютін жасайын деп отырған бұрынғы жартылай ауыр салмақта өнер көрсеткен американдық Райан Спен арасында өтетін керемет кездесу. Бұл кездесуде сарапшылардың көбісі дерлік Валде Кортес Акостаны фаворит ретінде көріп отыр. Өйткені біріншіден бұл жауынгердің осы аса ауыр салмақтағы тәжірибесі Райан Спенге қарағанда өте көбірек. Әрине, Райан Спеннің жылдамдығы Валде Кортес Акостаға қарағанда жоғары болуы мүмкін, бірақ дегенмен де Валде Кортес Акостаның аса ауыр соққылары, сонымен қатар бұл жауынгердің күресі мен грэпплинг стилі Райан Спенге өте үлкен мәселе болуы мүмкін. Біз білетіндей, Райан Спеннің жалпы бокс стилімен тік тұрып соғысу стилінің өте керемет екенін білеміз. Сонымен қатар бұл жауынгердің жалпы джиу-джитсу стилінде өте керемет екендігін атап өтейік. Ал Валде Кортес Акостаның жоғарыда атап өткендей, бұл жауынгердің нокауттық күші бар екенін атап өтейік. Сонымен қатар бұл жауынгердің күрес стилі мен грэпплинг стилінің өте керемет деңгейде екенін білеміз, достар. Менің ойымша, бұл кездесуде Валде Кортес Акоста Райан Спенді төрешілердің шешімімен жеңіске жетуі тиіс деп ойлаймын. The Salsa Boy, Waldo Cortez Acosta!